ең бірінші нәрсе ол мойындау деп айтатын едім. Сіздің және де қандай қарыздарыңыз бар, олардың барлығын қарапайым түрде жазып шығып, оның төлемдері ай сайын қаншадан шығып отырады, осылардың барлығын бірінші есептеп алыңыз. Сіздің қанша берешегіңіз бар жалпы соммада және ай сайынғы көлемде. Ол бірінші этап. Екінші этап өзіңіздің кірістеріңіз бен шығыстарыңызды қараңыз дейтінем. Өйткені бізде енді Қазақстанда өзінің қаржысын жоспарлау қалай? Біз өзіміз қолмен есептей алатын, көзбен оңай көретін шығындарымызды аламыз да, қалған ақшаның барлығын несиемен толтырамыз. И осының нәтижесінде енді өмір деген ол тек қана біз жазып қойғандай болмайды. Әр кезде әртүрлі болады. Мысалы, біздің азаматтарымыз үшін ол жаңағыдай той болуы мүмкін, тағы қосымша шығындар болуы мүмкін. Ол ескерілмегеннен кейін адам не істейді? Мәселен, табысы 200 мың теңге болса, оның шығысы 250-300 мың теңге болып кетеді. Сондықтан кірістер мен шығыстарды жүргізіп, қадағалап, өзінің бюджетімен сәйкестендіру керек.